Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін 5-ақ минуттың ішінде дайын болатын десерттің рецептін ұсынбақшымын. Олай болса видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші ұнның үстіне қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң табаны газға қойып, қызғаннан кейін үстіне осындай азғантай ғана сары май салып ерітеміз. Осылай сары майымызды жақсылап араластыра отырып ерітіп аламыз. Оның үстіне біздің жаңағы дайындап алған ұнтағымызды салып, бір келкі етіп араластырамыз бірінші маймен. Яғни біз газдың астын қазір жай қойып, осы ұнымызды қызарғанша қуыратын боламыз. Міндетті түрде үздіксіз араластыру қажет болады. Себебі асты күйіп кетуі мүмкін. Егер біздің ұнымыз күйіп кететін болса, біздің десертіміз жақсы шықпай қалады, күйіктің дәмі шығып қалады. Міне осылай қызартып қуырып аламыз. Енді оны газдан алып, бөлек ыдысқа саламыз. Аздап суығаннан кейін өзімізге қажетті ыдысымызға бірінші осы ұнтағымызды салып аламыз. Одан кейін екінші слойға менде 7-5% клубника дәммен йогурт саламын. Сіздер кез келген басқа түрін, немесе сметанадан болсын, творожный сырмен болсын, кез келген кремді пайдалана берсеңіздер болады. Бірақ маған дәл осы 7-5% майлылықта және де осы клубника дәммен салынған йогуртпен өте қатты ұнады. Енді тағы да йогурттың үстіне ұнтағымызды сеуеміз. Одан кейін бетін әсемдеу үшін аздап қана алып қалдым. Қолмен немесе қасықтың көмегімен бетін осылай тегістеп жібереміз де, тағы да жаңағы біздің йогуртымызды саламыз. Міне йогуртымызды дәл осылай әдемілеп, бетін тегістеп жайып алдық, салып, енді бетіне осыны қалған ұнтағымен әсемдейміз. Сіздер ұнтақпен болмаса, кез келген нәрсемен, жаңғақ, шоколадпен әсемдеуге де болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.